өзінің атеист екенін, Құдайға сенбейтінін бір ашық айту да бір трендке айналып бара жатқан сияқты. Әлеуметтік желі деген не болды? Әлеуметтік желі деген бұл қазір әрбір адамға бір жеке мінбер сияқты болып қалды ғой. Мұсылман емеспіз, біздің ата бабамыз мұсылман болмаған, мынандай болған деген секілді ғылымды қарсы қойып, осындай бір іс-әрекеттерді жасап жатқандарды да неден көріп жатамыз. Бұрынғы уақытта бір ауылда бір имам болатын, ол имам мысалы Бұхараға ма бір жерге барып мысалы оқып келеді да, жалғыз дерек көзі, ақпарат көзі сол болады. Соның үйреткен адамдар алады, сол жат десе жатады, сол тұр десе тұрады. Былайша айтқанда өмір қайда жеңіледі, адамдар өзінің ісімен айналысады. Біз өз әлімсақта мұсылман, альхамдулилля мұсылман дегенде бір аталарымыз үйретіп өсірді ғой енді былайша айтқанда. Сіз айтып отырған бір әлеуметтік желінен деп ойлайсыз ба? Бұрынғы уақытта адамдарға бір нәрсе айту үшін сен не теледидарға шығуың керек, не радиоға шығуың керек, не бір жерге мақала жазуың керек деген секілді. Қазір әркім парақша ашып алады, ол жерге мысалы 10 мың, 20 мың адам тіркеледі, ол жерден бағана тікелей эфир жүргізе алады. Сөйтіп өкінішке орай кез келген адам, оның білімі бар, білімі жоқ, өзінің аузына келгенді айтуға бұл әлеуметтік желілер мүмкіндік беріп жатыр. Әркім ойына келгенді айтып жатыр. Алла тағала Құран кәрімде өзі айтады ғой. ولا يزالون مختلفين ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. Алла тағала қалағанда адамдардың барлығын бір жолға салып қояр еді. Бірақ Алла тағала бұл дүниеде адамдарға таңдау еркін берді. Біздің мемлекетте діни наным, діни сенім бостандығын әрбір азаматқа берген. Сол үшін де ол қандай жолды таңдаймын десе, әлбетте ол мемлекет заңдарына қайшы келмейтін, бағанағы бір террористік, экстремистік, бір радикалдық пікірлерге шақырмайтын көзқарас болатын болса, оны ұстауға әркімнің өзінің мүмкіндігі бар. Ал біздің міндетіміз бұл жерде Алла тағала Құран кәрімде айтқандай, Раббың жолына көркем уағызбен, хикметпен шақыр, және одан жақсырақ болған жолмен олармен пікір таластыр дейді. Қолымыздан келіп жатса, оларға түсіндіруге тырысамыз, әдебін сақтап пікір таластыруға тырысамыз, егер мүмкіндік болып жатса. Енді біздің міндетіміз шақыру, жеткізу, ар жағына әр адамға Алла тағала таңдау еркін берді. Таңдау еркі үшін ертең қияметте Алла тағаланың алдында сұралады.